Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осылай орамал мен орамалсыз тағылатын абадокты сіздермен бірге жасайтын боламын. Бізге қажет заттар: бірлік абадок кез келген түсінен бола береді. Өзіңізге ұнайтын түстен бисерді таңдаңыз. Жылқы жіп және бисерге арналған ине. Проволока сым, менде 5 өлшемді. Сонымен қатар қайшы, қысқыш, зажигалка қажет болады. Простой және хрусталь капелька моншақтары қажет. Әртүрлі түсте, әртүрлі размердегі осындай жылтырақ тастар қажет. Және үйде қалған осындай әртүрлі хрустальдардың да жиынтығын тастамай жинап жүріңіз. Бұл да қажет болады. Енді абадогымызды бастаймыз. Проволока сымымызды алып, көз мөлшермен қиып аламыз. Екі басын теңестіріп аламыз. Абадок мықты болу үшін 2 қабаттан жасаймын. Енді әртүрлі размердегі стразаларымызды видеода көрсетілгендей жасап бастаймыз. Шамамен 1 сантиметрге дейінгі аралықты жақсылап бұрап аламыз. Енді сымымыздың келесі бөлігін алып, ол жерге де осындай тастардың басқа түсін қойып, 1 сантиметр қалдырып, видеодағыдай бұрап шығамыз. Екі сымымызды қоса орап отырып, сәл бұрағаннан кейін келесі жақ бөлігіне тағы да басқа стразымызды қоямыз. Көлемі мен түсі өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Дәл осылай астыңғы бөліктеріне де тастарды қадап шығамыз. Бұл бөліктерді біз абадогымыздың ортаңғы бөліктеріне қоятын боламыз. Ал абадогымыздың шеткі бөліктеріне қалай осылай үшеулі қып жасаймыз. Міне осылай болып шығады. Мен басқа бөліктерінде осылай жасап қойдым. Размерлері видеодағыдай көлемде болу керек, әртүрлі. Енді абадогымызды алып, осы жасаған бұйымдарымызды жақсылап орналастырамыз. Ортаңғы бөлікке үлкендерін қадаймыз, жиегіне қарай уже кіші бөліктер. Міне мен барлық бөліктерін осылай қадап шықтым. Сіздер де осылай қадап шығыңыздар. Енді ине жібімізді алып, абадогымызды басынан бастап, хрустальдарымызды тіге бастаймыз. Мықты болу үшін бірнеше қайтара түйіндеп аламыз және кез келген хрусталь түсінен бастап
қоя береміз. Ең бастысы тартып, қатты хрустальдарымыз мықты болып қадалу керек. Және астындағы ақ ободогымыз ешқандай моншақтан астыңғы бөлігі көрінбеу қажет. Міне осы видеодағыдай барлығын тізіп, қатар үлкен кіші араластыра отырып қойып тігіп шығыңыздар. Міне мен ортаңғы бөлікке дейін моншақтарды тізіп қадап шықтым. Міне біз ортаңғы бөліктерге қарай жақындаған кезде арасына капелька моншақтарды араластыра отырып салып шықтым. Дәл осылай етіп ободогымыз аяқталғанша барлық жеріне хрусталь моншақтарды және арасына капелька моншақтарымызды араластыра отырып салып шығамыз. Сымнан жасалған стразаларымыз бізге қатты кедергі жасайды. Сондықтан да осылай мен сияқты қосып немесе артқы бөлікке қарай уақытша жасырып қоя тұруға да болады. Міне мен ободогымды барын аяқтадым. Барлық жерлеріне хрустальдарды және капелька моншақтарын қыстырып шықтым. Енді ободогымыздың астыңғы бөлігіне лента жапсырып шығамыз. Ободогымыздың астыңғы бөлігі әдемі көріну үшін және де сымдары шашымызға кіріп ауыртпас үшін бекітетін боламыз. Бұл үшін бізге бірлік лента мен ыстық клей қажет болады. Ыстық клейімізді ободогымыздың астыңғы бөлігіне жағып және лентамызды толық жапсырып шығатын боламыз. Міне менің ободогым дайын болды. Сіздер де осылай орамалмен, орамалсыз тағуға арналған ободокты өздеріңізге жасап алыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын.